Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін қызылшадан сүзбелі ірімшік және апельсин қосылған осындай өте пайдалы дәмді салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Қонаққа қойсаңыз да дастарханыңыздың сәнін кіргізетіні сөзсіз. Видео пайдалы болса, арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге 50 грамм грек жаңғағы керек болады. Оны осылай видеодағылай ұсақтап турап алсаңыздар болады, немесе блендерлеп те алуға болады. Және орташа көлемдегі пісірілген бір қызылша керек. Оны видеодағыдай жалпақтап турап аламыз. Қызылшаның пайдасы туралы да айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын, қыздар. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді салат. Қызылша, грек жаңғағы және апельсин, салат жапырағы қазір өзіміз дайындайтын соуспен өте керемет үйлеседі. Салмақ тастағысы келетіндер болса, бұл салат сіздерге арналған деуге болады. Мен 3-4 адамға арналған үлкен бір табаққа жасайын деп отырмын. Ол үшін маған бір апельсин керек. Сіздер өздеріңіздің қанша адамға жасайтындарыңызға қарай бөлесіздер. Апельсинді қабығынан тазалап, видеодағыдай турап аламыз. Апельсиннің ортасындағы осындай жіп сияқты өзектерін кесіп тастаңыздар. Ол қышқыл болып дәмін бұзады салаттың. Егер сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына комментарийға жаза кетіңіздер, мен міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Лайк басып, қолдап кеткен болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Әрбір лайк мен үшін өте маңызды. Апельсиннің осындай бір долькасын, бір бөлігін турамай қойып қойыңыздар. Ол бізге соус дайындауға керек болады. Соус дайындау үшін бізге бір долька лимонның соғы керек. Және жаңағы өзіміз алып қалдырып қойған апельсиннің соғын жақсылап сығып аламыз. Оның үстіне бір ас қасық сұйық май құямыз. Және бір ас қасық дижонская горчица саламыз. Оның үстіне шай қасықтың ұшымен ғана қара бұрыш, тұз және кішкене орегано, кішкене қант саламыз. Және жақсылап араластырып аламыз. Соусымыз дайын болды. Неке ең қызығы енді басталды, салатымызды жинаймыз. Қызылшаны видеода көріп отырғандарыңыздай ортасына сүзбелі сыр салып, ортасынан бүктеп аламыз да, және оны өзіміз ұсатып алған грек жаңғағына аунатамыз. Өте әдемі бір ерекше көрінетін болады. Қыздар, міндетті түрде дайындап қонақтарыңызды таңғалдырсаңыздар болады. Көріп отырғандарыңыздай өте ерекше. Мен міне алдын ала салат жапырақтарын жуып, араластырып дайындап алдым. Бұл жерде менде салат жапырағы және руккола бар ішінде, және кішкене ғана шпинат бар. Видеода көріп отырғандарыңыздай жинаймыз салатты, үстіне апельсинімізді саламыз, және өзіміз дайындап алған соусымызды құямыз. Салатты ұсынардың алдында бальзамик соусын үстіне сеуіп, жаңағы өзіміздің артылып қалған грек жаңғағын бетіне сеуіп береміз. Өте керемет дәмді салат. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Тағы да қызықты, пайдалы рецепттерді жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Фариза. Ас болсын.